Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 50-ші сабақ. Қанағатшыл бол. Атаның ақылы. Аппақ шыңы бар Алатау тауының қасындағы Алматы қаласында орталық саябақ маусым айында жайқалып тұр. Күміс қылқанды шыршалар, жасыл жапырақты аққайыңдар, иісі аңқыған аршалар, қоңыр салқын желмен тербеліп тұр. 5 жасар Бекжан атасымен бірге саябаққа қыдыруға келген. Бекжан әткеншек тепті, батутта секіріп ойнады, пойызға мінді, зымыранмен зымырады. Бір кезде қарақаттай көзі күлімдеп, «Ата, шөлдедім» деді. Атасы алма шырын сатып алып берді. «Шөліңді қандырып ала ғой жарығым» деп еркелетті. Бекжан құтыдағы салқын тәтті алма шырынын рахаттана ішіп алды. «Ата, балмұздақ жегім келеді» деді сосын. Атасы Бекжанға балмұздақ сатып әперді. «Ботам, балмұздақты абайлап же, тамағым ауырып қалмасын» деп ескертті. Бекжан балмұздақты жеп алды. «Ата, шоколад жегім келеді» деп өтінді. «Жарығым, әр нәрсенің қалпы бар, қанағат керек» деді атасы. «Ата, қанағат деген не?» «Күнім-ау, қанағат деген әр нәрсенің шегін білу, тамақ ішудің де ретін білу. Қанағат жасамай, не болса соны араластырып жей берсең, ол да зиян» деп атасы ақыл айтты. «Онда мақұл» деп Бекжан ойланып қалды. Бекжан атасының ақылын түсініп айтқанын істеді. Саябақта жақсы демалды. Оқушылар, сіздерге сабақ ұнады ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.